Сәлем, менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бүгін сіздермен бірге хит болып жатқан тары чизкейкті дайындаймыз. Маған өзіме қатты ұнады. Арасында пісіріп жеуге дәмі необычный екен. Арасына қосылған сөкпен бір өзінің ерекшелігі бар. Олай болса, ең алдымен біздің жуып аламыз. Осылай бірнеше рет судың астына шайып, соны мына қатты ысытылған, яғни қайнатсаңыз да болады. Буы шығып тұру керек. Сосын саламыз тарымызды. Сөйтіп бетін жауып бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін основасын дайындасақ болады. Мына жерде жұмсақ сары май. Осының үстіне қант ұнтағын саламыз. Және тарымызды екі бөліп саламыз. Міне осындай шашыраңқы тесто болады. Енді мына жерде форма менде диаметр 20 см. Шетін майлап аламын. Қазір мен чизкейк жабыспас үшін. Мен дайындаған основа кішкене мына 20 диаметрлік ыдысқа көптеу болған сияқты. Сондықтан сіздер жартысын или жартысынан сәл көбін дайындасаңыздар болады. Не болмаса, жаңағы ыдыстарыңыздың диаметрі 20 емес, 22 см етіп алсаңыздар да болады. Өйткені менде чизкейк кішкене биіктеу болды. Егер биіктігі қатты маңызды болмаса, солай 22 см жарайды. Осылай стаканмен бәрін басып, тегістеп шығамыз. Начинкасы үшін творожный сыр, соның үстіне кәдімгі ақ қант саламыз да миксердің ең төменгі жылдамдығында жасаймыз. Негізі миксермен жасамасаңыздар да болады, кәдімгі венчикпен де араластырып шығуға болады. Мен 33% сливки қойдым. Енді осының үстіне жұмыртқаны біртіндеп саламыз да сәл ғана біріккенше миксермен миксерлейміз. Қалғанын лопаткамен араластырсақ та болады. Өйткені миксермен қатты көп взбивать ете берсең, онда трещина кетіп қалуы мүмкін. Енді осының үстіне біздің бағанағы бұқтырылған сөгімізді саламыз. Мына жерде мен кукурузный крахмал салдым, бір ас қасық, бірақ оны салмаса да болатын сияқты. Осыны жақсылап араластырып, бағанағы формамызға құйып, тегістеп, бетін алдын ала ысытылған пеште 150 градуста 1 сағат пісіреміз. 50-60 минут яғни. Но чизкейктің кішкене қызарғанына қарайсыздар, өйткені мен көп ұстап қойыппын, сондықтан меніңкі біраз қызарып кетті. Сосын мен шыдамай ортасында ашып қойдым пешті, сондықтан менде бетіне трещина кетті. И плюс миксермен араластырған үшін де болуы мүмкін. Сондықтан мен келесі жол жасайтын болсам, кәдімгі венчикпен ғана араластырып жасаймын, миксер қолданбастан. Бірақ дәмі өте ерекше болды. Сөктің дәмімен, талқан основасымен. Рецепт ұнаса сіздер жасап көріңіздер және видеома лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.